Асқазан қыжылы көкірек тұсынан басталып, өңешке дейін созылатын кеуде тұсындағы жайсыздық немесе ашығандай әсер алу. Бұл көбінесе асқазаннан өңештің сілті ортасына түсетін қышқылдың әсерінен пайда болады. Медицинада мұны асқазан сөлі қышқылының артуының белгісі деп қарайды. Мұндай сезім көбінесе тамақтан кейін, бір сағаттан соң не қалыпсыз дене әрекетімен ауыр дене еңбегінен кейін білінуі мүмкін. Сонымен қатар қыжыл, диафрагмалды грижа, асқазан жарасы, гастрит, эзофагит кезінде пайда болады. Адамның ас қорыту тұрақты болмауы асқазан қыжылын тудыратын басты себептердің бірі. Егер адам біраз уақыт тамақ ішпей жүріп, бірден тоя тамақтанса, болмаса тамақтан соң дереу ұйықтап, не болмаса моншаға түссе, ол қорыту асқазанға қажетті оттегін толық жетіспейтіндіктен, бұл асқазанның созылуына кейін келе асқазан қыжылына алып келеді. Сондықтан астан соң ешқандай дене әрекетінсіз аз уақыт кеудені тік ұстап отыру пайдалы. Медицинада қыжыл жүрек қантамырлары және жүйке жүйесі ауруларының әсерінен пайда болады деп қаралады. Сондықтан қыжыл тек азықтар әсерінен болады деу қате көзқарас. Халқымыз ауру астан деп бекер айтпаған. Қазіргі кезде адамдар қолайлылығына қарай көп тұтынуға дағдыланған. Жасанды азықтардың адам денсаулығына кері әсері өте мол. Себебі мұндай азықтар ұзақ уақыт сақталу үшін химиялық қосылыстар арқылы қатырылғандықтан, ондағы қышқылдар ас қорыту жүйесінің қалыпты қызметін бұзуы мүмкін. Асқазан қыжылынан жүкті әйелдер де көп зардап шегеді. Себебі токсикоздың әсерінен олар көп құсады. Құсықтың әсерінен өңеш тітіркенетіндіктен, әрі жүктіліктің екінші бөлігінде уақытша болатын асқазанның кардиалды бөлігінің функционалды жетіспеушілігінен асқазан қыжылы пайда болады. Ал сізде осындай проблемалар бар ма? Сіз қалай жеңесіз? Төменге жаза кетіңіз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.